Бухаридан сабақ беріп отыр екен дейді. Хадистер, бағанағы дәретке кіріп шығудың әдебі дейік мысалы. Соны үйретіп жатқан кезде біреу келіп, сендер әлі осы дәрет мәселесін зерттеп отырған кезінде адам айға жетті, адамдар бағанағы Марсқа жетті, басқаға жетті, басқа дін өкілдері, мұсылман еместер десе, әлгі шейх айтыпты, ода тұрған не бар? Махлуққа жетті, біз болсақ халиққа жетеміз деп айтты дейді. Бағанағы жаратылысқа жетіпті, жете берсін. Біз болсақ мынаны оқумен жаратушыға жетеміз. Бізге осы жеткілікті деген мағынадағы сөз айтқан. Бірақ осы сөз дұрыс па? Біз яғни барып айды зерттеуді, тағы да басқа да планеталар зерттеуді, жердің қойнауын зерттеуді, яғни ғылымда барлық салада дамуды діннен Алла тағала бізге соны бұйырған, біз сол салаларда бағанағы дамитын болсақ, сол кезде дінімізді толық ұстанған боламыз, Алланың бұйрықтарын толық орындаған боламыз деп ойламайынша, сондай деңгейде дінді түсінбейінше, біз дінді қате түсініп жатқан боламыз. Өйткені Алла Субханаху ва Тағала бізге бұйырды сол нәрсені. Бізге сол нәрсені бұйырды. Яғни жалпы тек қана бағанағы құлшылықтың үкімдерін үйренсек болды, бізге сол жеткілікті деп біз ойлаған кезде, біз сонымен жаратушыға жетеміз, ал әлгі адамдар айға күнге жетіп жатса, олар жаратылысқа жетіп жатыр деп ойлайтын болсақ, бұл қате пікір. Біздің дініміз керісінше бағанағы жердің қойнауында зертте, айды да зертте, күнді де зертте, аспанды, жұлдыздарды бәрін зертте деп жатыр. Біз соның барлығын толық зерттейтін болсақ, сол салаларда мамандарымыз болатын болса, біз сол кезде дінді толық ұстанған боламыз. Егер тек қана бағана құлшылықты алып қойып, басқа жағында қалып қалатын болсақ, онда бұл Алла тағала жіберген толық дін ол емес. Бізде адамдар солай кейде діннен бір нәрсені ұстап алады. Мысалы, кейбір адамдар бар, тек қана құлшылық мәселесін ұстайды. Енді муамалат бабына келген кезде, мысалы, базарға кірген кезде, саудаға кірген кезде, оған шариғаттың үкімі қызық емес. Бұл адам діннің бір бөлігін ұстады. Бірақ дін басқа нәрселерді қамтиды ғой. Сол секілді дініміз бізге бұйырып жатыр, барлық нәрсені зертте дейді. Барлық нәрсені зертте. Аспанға қара, күнге қара, айға қара, жерге қара. Кейде қарайсыз, субханалла, кейбір мұсылман еместер телевизорде каналдар бар ғой, National Geographic болсын, тағы да басқасы болсын, кейде бір құмырсқаның қалай туып, қалай өскенін айлап соны зерттейді. Көресіз. Сондай нәрселер, яғни жан жануарларды, теңіздегі бағанағы балықтарды, тағы басқасын, айды, күнді зерттеп жатыр. Біз бұны тек қана жаратылысқа жетуі деп қарастыратын болсақ, қателесеміз. Біз мұсылмандар керісінше сол салалардың бәрін игеруіміз керек. Ол жаратылысқа жету емес, біз сол арқылы Алла тағаланың бұйрығын орындап жаратушыға жетеміз. Яғни біз медицина саласында дамысақ, ол біздің жаратушыға жетуіміз. Біз экономика дамысақ, экономикада ол жаратушыға жетуіміз. Оның барлығы жаратушының бұйрығы бізге. Жаратушы бізге тек қана бағанағы дәретіңді алып намаз оқысаң болды, маған жетесің деген жоқ.